Мына үлкен жеміс ағаштарында үлкен бұтақтарды, кескен орындарды залалсыздандыру және өңдеу туралы қысқаша мәлімет. Менде жаз күнінде әрқашан тотиайн ерітіндісі жасалып тұрады. Жарты литр немесе 1 литр әрқашан дайындап қоямын. Оны мынау бүріккіш. Мынау енді оның ыдысы емес. Оны спрейлердің несі ғой, бүріккіштері босаған. Соған қойылып тұрады. Сол мына тотиайнның 5% ерітіндісін мен осы кесілген орынға шашамын. Оны аурудан сақтайды, залалсыздандырады. Сонымен қатар бұл жердегі бактерияны өлтіреді. Тотиайн дегеніміз ол медный купорос, немесе көк дәрі дейді. Тотиайн дейді қазақшасы. Осыны мына етілген орынға 5% ерітінді дегеніміз ол 1 литр суға 50 грамм тотиайн саламыз. Егерде жарты литр су болса, оған 20-25 грамм тотиайнды ерітеміз де, жылы суда ерітіп, кейін сонша көлемдегі суға құямыз. Сол кезде бізде ерітінді пайда болады. Соны мына кесілген үлкен жара орындарына шашқан кезде олардың зақымдаудың алдын алады. Одан кейін бұған жағатын нәрсеге келетін болсақ, кейбіреулер айтып жатады, ана майлы бояу, масляная красканы айтып жатады кейбіреулер. Бірақ та ондай қазіргі күнде ондай майлы бояуды табу қиын. Қазіргі күнде ондай краскалар өте аз сатылады. Егерде табылса, ондайды алып жақса болады. Қазіргі күнде бәрі эмаль болып кеткен, ал эмальді бұл жерге қолдануға болмайды. Ал енді мынандай қылып, бұны залалсыздандырғаннан кейін бұл жерге водоэмульсионная краска қолданған дұрыс. Ол енді қолжетімді майлы бояуға қарағанда, және де оның да қызмет етуі жақсы. Бұл сияқты бұрын жара болған орындарды осылай залалсыздандырып қойса болады. Тотиайн ерітіндісі өте тамаша. Егерде тотиайн ерітіндісін осылай шашсаңыздар, бұны негізі ештеңе боямаса да бұл өзі жазылады. Бұл негізі бұл жерді құрғатады, мынау дәрі зақымданудың алдын алады. Одан кейін бұл негізі ашық тұрған жара тезірек жазылады. Бұл жерде бірдеңе жаққанша, бұл ашық күй тұрса, мынау тезірек жазылып, жауылып кетеді жараның орны. Сондықтан да бұндай ашық күн кезінде кессеңіздер, егерде ылғал болмаса, күн ашық болса, құрғауына мүмкіндік болса, осы күй қалдыра берсе де болады. Жара тезірек жазылады. Бұған жағуға арналған садовый вар деген нәрсе бар. Бірақ та ол нәрсені мен негізі ұнатпаймын қолданғанда. Негізі осы сияқты эмульсиялы бояу немесе майлы краска жаққан дұрыс. Масляная краска немесе эмульсиялы бояу жаққан дұрыс. Вар деген ол пленка болып бетін жауып алады, оның асты демалмайды. Демалмағаннан кейін ол жердің жазылуы қиын болады. Негізі барынша ашық тұрған дұрыс. Жара ашық болған кезде тезірек жазылады. Сонымен қатар мынау сияқты кішкене ғана әртүрлі инфекциядан қорғау үшін осы сияқты нәрселерді жағып қойсақ болады. Мен негізі эмульсия қолданамын. Масляная краска деген тапсаңыздар, соны қолданса да болады. Бірақ та енді қазіргі күнде сатылымда ондайды табу қиын. Бәрі эмаль. Эмальді бұл жерге жағуға болмайды. Сондай қысқаша мәлімет.